Атыраудағы киностудия балалары. Қаладан келген қыз. Екінші бөлім. Не істейміз, е? Білмеймін. Сен ғой шақырған? Жиналайық деп. Не істейміз? Мен чебо-чебу саламыз деп шақырып едім. Ауылда магазин жоқ қой. Мен чебо-чебу жейін келіп тұр. Қайдан алдың? Қайдан алдың чебо-чебуды? Өзімнен қолыммен жасадым. Айтпақшы бар ғой бізде. Бір қаладан келген бір қыз бар еді ғой. Қайда ол? Көптен көрінбей қалды. Қайда ол? Біз тап келдік. Қайда ол? Қайда вообще? Қайда? Ой, әні келатыр. Достарым, мені кешіріңдерші. Я білем, мен баяғыда қаладан келген қыз сияқты болдым. Енді мен ауылдың қызы болам, тырсам. Мені кешіресіңдер ма? Жарайды. Кешіреміз. Секілем. Ассалаумалейкум, ағай. Ассалаумалейкум, отырыңдар. Что там не то? Не то. Біреу жетіспейді. Өткендегі қаладан келген қыз қайда? Ана ауылдың қызы болып кетті өзі. Үйінде киініп отыр ғой, сабаққа кесігіп. Ол сабаққа кесігіп жүр ме? Сендер кітаптарында ашып отыра беріңдер. Мен қат келем. Айтпақшы, бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі ме? Математика. Үйтіп айтпасам болмайды оларға. Кешіріңіз ағай, мен кешіп қалғаныма енді қайталанбайды. Міне қаладан келген қыз келді. Не бір саламатсыз ба ағай деп айтуы жоқ. Не бір үстінде дұрыс киімі жоқ, формасы. Мынардікі да бір серый бірдеңе киіп алған әйтеуір. Өзінің киімінде болып тұрған жоқ. Бір вообще мына школа не болып кетті. Жақсы кірші. Ағай, өзіңіздің киіміңізге қаралған кіші. Ағай, күтіңіздер, сіздер ұрыс қаласыздар, мен сіздерге айтып айтайыншы, мен кешіріңіздерші, мен деген, баяғыда білемін, мен баяғыда қатем болдым, мен қаланың қызы болдым. Енді мен ауылдың қызы болуға тырысам. Саматсыз ағай, айтпақшы, мен ұмытып кеттім жаңа уайымдап келген үшін айтуға. Ал жарайсың. Өз қатеңді түсінген даже мындай жігіттерде жоқ, ол батырлық деп білем. Жарайды, отыр. Ал балалар, тақтаға жазыңдар. Бүгін қаңтардың 12-сі. Бүгін есептер шығарамыз математикадан. Айтпақшы, сабақты қоя тұр. Сендерге үй тапсырмасын беріп едім ғой. Сендерге математикадан үй тапсырмасы күрделі теңдеу шығарып келсін деп сағаннан беріп едім. Сендер шығардыңдар ма? Қайдағы теңдеу? Қайдағы? Ағай, Мен деген теңдеу садым, бірақ та құттай міне еш жоқ. Зыртсат дәптен бәрі бетті. Сонымен мен жазған жоқ. мен жасамадым. Біреулерің жазған осыны. Біреулерің інілерің жұртсат дәптерді. Вообще-то Google деген нәрсе білесіңдер ма? Google. Интернет дегенді. Содан қарап жазуға болмай ма? Хотя бы. Ағай, мен Google-дан жазған жоқ, мен өзім ойынан шығардым. Ағай, мәті тексеріп көріңіз, если что, тексеріп көріңіз мен дәптерім. Міне балалар көрдіңдер ма? Даже қаладан келген қыз сендерден ақылы. Міне, дәптерін ал. Қазір көрейік. Ағай. Ау. Мен әшейін қаладан келген қыз бесін, енді ауылдың қызы. Жарайсың, Мырзабаева. Міне саған 5. Ағай, ажықанаға бола ма? Барғың келсе барып келе ғой, Аманбек ұлы. Ағай, мен кеш қалдым. Ой, міне, сен бар болсын, маршрутқа мінбесен жүре алмайсың ба, Жақсыбаев? Кіріш бол енді. Жақсыбаев, тұр! Не істеп отырсың? Өтеп берген, сен ақ күліп отырсың, оңғасына келіп алып. Өткенде шөп ішепсіңдер. Қардың үстіне отырып алып. Адам дейтін нәскеймен жүре ме, еще қардың үстіне шөп ішеп? Ол жазда жемей ме оны? Хотя бір мороженое ма бірдей жемесіңдер ба? Күн салқында еще шай ішеміз, ыстық шай деп. Өткенде асырады апайын мазасын алыпсың. Ағай, сіз қуасыз ба? Салқын күнде наоборот іші шай ішу керек, ал қайда мороженое? Оны істеп отқан Мырзабек қой, өтеп берген. Соның бәрін не істеп отырады ол? Балалар, қоңырау шықты, шыға беріңдер. Сабақ бітті. Мен қазір компьютердегі журнал толтыртайын, одан кейін барып Free Fire ойнаймын да отырып, сосын тағы бір басқа балалар келеді, оларға сабақ түсіндіремін, миым ашып кетті, короче. Давай, кетіңдерші, құрдаш бар.
құладым ақыры. Я скоро шақыру керек. Ата анасына не деймін? Киноның, жоқ, сериалдың жалғасы бар. Қателесіп кетіппін. Миым ашып кетті ғой. Үшінші серияны күту үшін тезірек лайк бас шешін өтсін. И подписаться еткен болсаң, подписаться етпей вообще. Ой, миым ашып кетті ғой. Тасташ құрсын.